Баршаңызға сәлем, қазақ тіл каналына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып жұмбақтар. Адам және сабақ, спорт туралы жұмбақтар. Өңкей сығай екі топта таласып жүр бір топқа. Футболшылар. Арқан байлап беліне, шымырлықпен бекіне. Өрмелейтін қай өрен, шықпақ шырқау шегіне. Альпинист. Төл өсіріп момақан, уыз ішкен қоймалжың. Білсең айтшы балақай, еңбегі зейнет, қай малшы. Қойшы. Өрнектеп, сәндеп, тістерін бүгетін, солпысын жөндеп, кім көйлек тігетін? Тігінші. Асқар тауда қара орман. Ол шаш. Өскен шашты жаратпайтын, қайшысы бар жалаңдайтын. Шаштар аз екен. Сөз ұққыш, қос тұтқыш. Бұл құлақ. Өзі қысқа, өзі нұсқа, сөз қаймағын есіңде ұста. Мақал. Бойлаған сайын тереңге, шығасын биік белеңге. Бұл білім. Мөлдіреп екі көл жатыр, ортада дөңес бел жатыр. Бұл мұрын мен көз. Таппайтын тағат, тығулы сағат. Жүрек. Дабылға тез жететін, жалынға сүңгіп кететін, қақалсада түтінге тайсалмайтын батыл кім, жасқанбайтын батыр кім. Бұл өрт сөндіруші. Аяқпен теп, баспен соқ, қол тегізбе, құқың жоқ. Бұл аяқ доп. Жерге түсірмеу үшін допты, қос қолмен қағып, бір қолмен соқты. Волейбол ойны. Бірін-бірі қоштаған, бір үйден көрдім, 42 дос жаран. 42 әріп. Өлсең де өлмейді, өлмесең де өлмейді. Бұл адамның есімі. Сәуле астында 100 ене. Кірпік. О жағы мәрмәр, бұ жағы мәрмәр. Ортасында сандуғаш сарынар. Бұл тістер және тіл. Бұл кітап біздің тіл тұрады. Күн сайын бір парағы жыртылады. Қабырға календары. Онсыз жақсы өмір жоқ, онсыз жақсы көңіл жоқ. Тәтті бірақ жемейсің, керек емес демейсің. Ұйқы. Онсыз есеп болмайды, көбейтіп бөле алмайсың, жатқа білсең ондайды, қатарыңнан қалмайсың. Көбейту кестесі. Екі атым бар тынбайтын, өзімді ғана тыңдайтын. Бұл екі аяқ. Дүниеде бір дария беті қатқан, бетінде бетекесі шығып жатқан. Қараса сол құдыққа көз жетпейді, құр қалмас сол құдықтың дәмін татқан. Бұл оқу және білім. Көреді бәрін өзгенің, көрмейді бірақ өздерін. Көз. Өзіңмен бірге өседі, өзіңмен бірге төсегі. Көргенде оны жіп дейсің, бірақ киім тікпейсің. Бұл шаш. Бірде төмен, бірде шығып жоғары, сөз сөйлесең қозғалысты болады. Тіл. Екі қарауыл, екі тыңшы, бір жыршы. Бұл екі көз, екі құлақ. Тіл. Сырттай масқаралап өзіңді жеткізеді дұшпаныңа. Көзге танытқан, сөзді дамытқан, ойды кеңейткен, озықтарға теңейткен. Бұл мектеп. Үстінде есігі, өзі орындық әрі үстел, оқушылар бесігі. Парта. Үлілі тұр кең алаң, керегімді мен одан, жазып алам көшіріп, сүртем сосын өшіріп. Бұл тақта. Төрт қырлы өзі әппақ, тақтадағы ізі әппақ. Бор. Жексенбі күні болады, ішінде соның толады, көзін көріп аралап, ел керегін алады. Бұл базар. Жапанда бір бәйтерек бес бұтақты, демейді ешкімге ешкім кес бұтақты. Ешкім кеп кеспесе де бұтақтарын, бұтағы бестен артық өспей қапты. Бұл қол және бес саусақ. Басында қара таудың қапқара шөп, атаймыз тау демесек әлдене деп. Ағарып ақырында кетемекен, ол таудың әлі шөбі тұрғанда көп. Қос әйнек шыны демес, темір демес, бұзылса оны адам түзер емес. Кезінде өз ашылып жабылады, мағынасы қымбат нәрсе, арзан емес. Бұл қос жанар. Сансыз ойлар бетінде, сайрап жатыр бар тілде,
керекпін мен әр күнде, өшпейді бір әрпімде. Тілі жоқ өзінде, сөзі бар ізінде. Қаламсап. Қате жазып жаңылсаң, тазалайды ол бәрін сап. Бұл өшіргіш.